Ассаламуалейкум арна көрермендері. Бүгін сіздерге тағы бір қызықтың көкесі жайлы сөз қозғаймыз. Әлемдегі ең биік ұшатын құстың не екенін білесіз бе? Төменде пікір алаңына жазып кетіңіз. Біз сіздерге әлемдегі ең биік ұшатын құс туралы баяндаймыз. Кеттік. Бұл құс қаршыға тұқымдасына жататын жыртқыш құс. Дене тұрқы 110 сантиметр шамасында. Қанаттарын жазғандағы ұзындығы 2,5 метрдей болады. Көзі өткір, биікте қалқып жүріп жердегі қорегін анық көре алады. Арқа тұсының қауырсындары қоңыр қошқыл күл түсті, ал бауырының қауырсындары ақсұр ақшыл сарғыш. Тұмсығы қоңыр сары түсті, төмен қарай иіліп тұрады. Негізінен Қазақстан, Қырғызстан, Қытай, Индия, Ауғанстан, Бутан, Малайзия, Монғолия, Непал, Пәкістан, Таиланд және Өзбекстан қатарлы елдерде өмір сүреді. Ол 2,5 мың метрде 4,5 мың метр биік тау жоталарында, тау орманынан жоғары тіршілік етеді. Бұланай шыңынан да ұшып өте алатындықтан дүние жүзіндегі ең биік ұшатын құс есептеледі. Өздеріңіз білесіздер, Бұланай шыңының биіктігі 8848 метр. Бұл құстың ең биік самғау деңгейі 11 мың метр болып тіркелген. Ол отырықшы құс, ұяларын ақпан, наурыз айларында ағаш басына биік жартастарға салады. Яғни отырықшы құс дегеніміз жыл құсы емес дегенді білдіреді. Оның ұясында бірді-екілі жұмыртқа болады, 50 күндей шайқайды екен. Балапандары ұясын шілденің басында ғана тастауы мүмкін. Нағыз өлексе жегіш, жабайы және үй тұяқты жануарлардың өлекселері сонымен бірге суырмен қоректенеді. Жемтігін өте биіктен үлкен территориялық аумақты бақылап жүріп іздеп табады. Қорегі жетіспеген жағдайда біршама көп санды ақбас құмайлармен, тазғаралармен және салтақайлармен бәсекеге түседі. Бірақ бұл құстардың өлекселерде бірге болуын ескерсек, олардың қарым-қатынастары санына аса көп әсер етпей, бірге өмір сүретіндігін көрсетеді. Халықаралық табиғатты қорғау одағының қызыл кітабына енген қатерде қалған жабайы хайуанат. Өсімдіктер түрінің халықаралық сауда келісімінің, яғни Вашингтон келісімінің 2-ші дәрежелі қорғалатын жабайы хайуанаттар тізіміне енген. Бұл құстың қандай құс екенін шамалап біліп отырсыздар ма? Ендеше айтайық. Бұл құс құмай деп аталады. Құмай әлемде Тибет, Гималай, Памир, Алтай және Тянь-Шаньды тауларын мекендейді. Қазақстанның оңтүстік шығысындағы биік тау жоталарында, тау ормандарынан жоғары тіршілік етеді. Биік тауларда орманды белдеуден жоғарыда мекендейді. Қазақстандағы бірден бір белгілі құмайдың шоғыры 1989 жылы Іле алатауында табылған. Теңіз деңгейінен 3000 метр биіктіктегі биіктігі 500 метр тік жартастың қуысында орналасқан. Екінші шоғыр колония Шарын өзенінің орта сағасында, Жалаңаш аңғарында, теңіз деңгейінен 1650-де 1700 метр биіктікте орналасқан. Құмай саны аз құстардың қатарына кіреді. Қазақстанда 1989 жылы Челек өзенінің жоғарғы сағасында 5 ұядан тұратын шоғыр табылған. Ал 2003 жылдан бері Шарын өзенінің аңғарындағы екінші микро шоғырға 1-де 4 ұяға дейін бақылау жүргізілуде. Әдетте 1-2 құс кездеседі. Құмайлардың Қазақстанда көп болып жиылуы белгісіз. Санының азаю себептері анықталмаған. Шамамен оған улы жемдерден өлуі және оның қорегі жабайы тұяқтылардың азаюы себеп болуы мүмкін. Құмай сирек кездесетін, тіршілігі аз зерттелген құс болғандықтан қорғауға алынып, Қазақстанның қызыл кітабына енгізілген. Міне осы әлемдегі ең биік ұшатын құс елімізде де тіршілік етеді. Ендеше осы құстың тағдыры белгілі деңгейде біздің де өмір тіршілігімізге қатысты болуы мүмкін ағайын. Келесі қызықты мәліметтерді бөліскенше аман сау болыңыздар. Айтпақшы, біздің каналдарымыздағы контенттерді қолдау мақсатында видеоларымызға лайк басып, пікір қалдырып, және достарыңызбен бөлісіп жүруді ұмытпағайсыз.